Достар, бүгінгі видеода Lada Granta'ның артқы балкының сайлен блогын үй жағдайында қалай дұрыс және тез ауыстыруға болады. Және де ескі сайлен блокты орнынан қалай жеңіл шығарамыз, сол жайында видео көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер де видео ұнаватса, лайк басып, коммент қалдырып, осы аулада гараж парақшасына тіркеліп кетіңіздер, достар. Ең алдымен машинаңыздың бір жағын көтеріп, балканы босатамыз, болтты босатамыз. Одан кейін сайлен блок шығаратын боламыз. Сайлен блокты біздерден арнайы құрал болмаса да, осындай подшипниктің обоймасын, шайбы және де осы шпилка қолдандық. Шпилканың ұзындығы шама келсе 15 сантиметрден кем болмағаны дұрыс. Осыларды жаңа балкеге орнатып, кілтпен екі жағынан тартатын боламыз. Егер де ескі сайлен блок жаңа кеуіп кетіп, орнынан қозғалмай жатқан жағдайда, егер өзіңізде горелка болса, горелкамен жаңа балканың сыртынан қыздырған дұрыс. Себебі сол кезде сайлен блоктың орнынан жеңіл шығуына мүмкіндік береді. Сайлен блок шығарғаннан кейін орындарын тазалап, жаңа сайлен блогымызды дайындаймыз. Яғни сыртын майлап, өзінің арнайы майы болса, өзінің арнайы майын қолданып, немесе егер болмаған жағдайда сабын немесе сұйық сабын қолданған жөн. Мотордың майын, коробканың майы деген сияқтыларды қолданбаған жөн. Олар себебі жаңа сайлен блоктың сыртын жеп, уақыт өте келе істен шығуына әкеліп соғуы мүмкін. Мұны қыздырғаннан кейін уже ескі сайлен блогымыз осылай орнынан жеңіл шығады. Енді жаңа сайлен блогымызды салатын боламыз. Жаңа айтып өттім сіздерге, егер өзінің майы болмаған жағдайда сабын, сұйық сабын болса қолдануға болады. Себебі олар жаңа орнына жеңіл кіруіне, орнына жеңіл отыруына мүмкіндік береді. Мінекей достар, ешқандай көп уақыт алған да жоқ. Жаңа сайлен блогымызды орнына отырғыздық. Енді оны орнына қайтадан сағатын боламыз. Орнына салар кезде жаңадан шпилкасын да ауыстырып жіберген дұрыс, болтын да ауыстырып жіберген дұрыс. Себебі ескі болтының шаң тозаңдарымен уже резупсы кетуі мүмкін. Сол себептен де жаңасын салып жіберген жөн.